Сәлем достар, айтылмаған сыр арнасына қош келдіңіздер. Әңгімені бастамас бұрын лайк басып, комментария жазып, тіркеліп қойсаңыздар өте қуанышты болатын едім. Комментарияға қай ауданнан көріп отырғандарыңызды және де өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Ендеше әңгімемізді бастайық. Мәлика газге қазанды 5-ке 20 минут қалғанда қойған болатын. Дәмді қыстырма, голубцы жасау оңай шаруа емес. Күрішін бұқтырып, етін баптап, жапырақтары жыртылып кетпес үшін әрқайсысын еппен орау керек. Ол бұның бәрін асықпай, тіпті рақаттана жасап жатты. Өйткені үй ішінде өзін керек сезінетін жалғыз жері осы ас үй ғана еді. Мұнда бәрі белгілі, бәрі жүйелі болатын. Дәмдеуіш салсаң, жұпар иісі шығады. Тұмша пешті қоссаң, жылуы тарайды. Әттең ас үйден тыс жерде мұндай үйлесім мен жүйеліктің жоғалғанына көп болған. Терезе сырты қарайып барады. Бұл қаланың қазан айы серуендейтін, жапырағы жайқалған алтын күз емес. Бұл сұрқай аспан, сызды жел және жаз мезгілі мәңгілікке кеткендей сезілетін суық шақ. Мәлика плитаның үстіндегі сарғыш, жылы жарықты жақты да қайтадан өзі жақсы білетін, қолынан келетін рөліне енді. Қамқор үй иесі, төзімді әйел, аяулы ана болды. Ол шкафтан өзінің ең жақсы көретін, жиегінде көгілдір гүлдері бар ақ тәрелкелерін шығарды. Бұларды 5 жыл бұрын базардан сатып алған еді, саудаласып күліп тұрғаны есінде. Сонда жанында тұрған асқа. Суреті үшін несіне артық ақша төлейсің, бірақ ол бәрібір сатып алды. Енді міне, әрқашан осы тәрелкелерді үстел үстіне тізген сайын іштей жымиып қояды. Терезе алдында құпыда өскен райхан гүлі тұр еді. Мәлика оның бір жапырағын үзіп алып, саусақтарымен уатты. Ас үй іші бірден өткір әрі тірі жұпар иіске толды. Бүгін ол бұған қоса алма қосылған бәліш те пісірген. Бір атаулы күн болған соң емес, жай ғана күйеуі мен ұлы үшін, осы бір қарапайым әрі тыныш кеш үшін жақсы бір нәрсе жасағысы келді. Дәурен кешкі сағат 6-да келді, сөмкесін әдеттегідей табалдырыққа тастай салды. Дәлізде тәпішкесін сүйретіп келіп, есіктен кіре бересте. «Мама, бәліштің иісі шығып кетіпті ғой», деп айқайлады. «Алмадан пісірдім», деп дауыстады ол ас үйден. «Сені қатты жақсы көрем», деді бала ешқандай боямасыз, жай ғана болған факт ретінде. Жасы 15-те еді. Ұзын бойлы, арық, төбе шашы әрдайым үрпиіп тұратын, жасына сәйкес келмейтін салмақты көзқарасы бар бала. Дәурен оның өгей ұлы болатын. Мәлика Асқарға тұрмысқа шыққанда бала 8 жаста еді. Туған анасы басқа қалада тұратын, туған күнде телефон соғып, кейде мерекелерде ақша салып тұратын. Дәуреннің ол жаққа барғысы келіп, ерекше ұмтылатыны байқалмайтын. Мұнда Мәликаның жанында жылырақ еді. «Сабақ қалай?» деп сұрады ол плитадан көз алмай. «Жақсы, физикадан бақылау жұмысы болды». «Ес алдым». «Елестетші, сыныпта ең соңғы есепті жалғыз мен шығардым». Самат та шығара алмады, ал ол негізі үздік оқушы ғой. «Жарайсың». Мәлика бұрылып жымиды. «Расымен жарайсың. Әкеме айтамын», деді Дәурен. Оның даусынан өтініште емес, сенімділікте емес, соның арасындағы бір белгісіздік байқалды. Әкесінен қандай реакция күтерін өзі де білмейтіндей еді. Мәлика үндемеді, тек қазанның қақпағын жапты. Асқар 8-ден асқанда келді. Оған дейін Мәлика тамақ езіліп кетпесін деп отты 3 рет бәсеңдетіп қайта көтерген еді. Бәліш әлде қашан суып қалған. Дәурен сабағын орындап, телефонымен ойнап болған. Енді үстел басында оқулықты ермек үшін парақтап, жай ғана күтіп отырды. Құлыптағы кілттің дыбысы қадамдар естілді. Асқар дәлізге кіріп, пальтосын шешіп ілгіш келді. Бәрін оқыпты, үнсіз жасады. Мәлика ас үйден шықты. «Сәлем». Ол күйеуіне қарай қадам басып құшақтағысы келді. Күйеуі сәл шегініп кетті. Дөрекі емес, қатты да емес, жай ғана байқамай қалғандай сыңай танытты. Оның шекесінен жай ғана міндетсінгендей, есіктің жақтауын сүйгендей енжар сүйе салды. «Шаршадым», деді ол сәлемнің орнына, сосын бөлмеге өтіп кетті.
Мәлика дәлізде бір сәт тұрып қалды да, кейін ас үйге қайта оралып, көгілдір гүлді тәрелкелерге тамақты сала бастады. Дастархан басында Асқар үнсіз тамақтанды. Телефоны тәрелкесінің жанында жатты, ол әр 2-3 минут сайын оған қарап қояды. Әдейі көрсетіп емес, бейсаналы түрде, маңызды бір хабар күтіп отырғандай немесе өткізіп алғысы келмейтіндей қарады. Мәлика ештеңе сұрамады. Шайын құйып, бәлішін салып берді де, күннің қалай өткенін сұрады. Қалыпты, деді ол. Кездесулер көп болды. Тамақ өте дәмді екен деп араласты Дәурен. Әке, сен де дәм татып көрші. Асқар баласына күлімсіремей қарады. Жеп жатырмын ғой. Мен бүгін физикадан бақылау жұмысынан 5 алдым, деді Дәурен. Ең соңғы есепті сыныпта тек мен ғана шығардым. Ол жерде электромагниттік индукцияға қатысты есеп болды. Біз оны әлі өткен жоқпыз, бірақ мен оқулықтан өзім оқып түсініп алдым. Асқар телефонын алып экранына қарады да қайта орнына қойды. Жақсы, деді ол. Дәурен үндемей қалды. Шанышқысын алып, тамақты бұрынғыдан да баяу жей бастады. Мәлика күйеуіне қарап отырып, бұның бәрі қашан басталғанын ойлады. Бүгін немесе кеше емес. Мүмкін маусым айында ол күнің қалай өтті? Деп сұрауын қойған кезде шығар. Әлде одан да ертерек, көктемде екеуі соңғы рет бір нәрсеге шын көңілмен бірге күлген кезде басталды ма? Нақты күнін айта алмас еді. Тек бір күні өзінің жанында жүрген, бірақ мүлдем сезілмейтін бір адаммен бірге тұрып жатқанын түсінді. Кешкі астан кейін ыдыс аяқты жинап жатып, ол бір иісті сезді. Асқар оның жанынан жуынатын бөлмеге өтіп бара жатқанда, ауада бөтен бір иіс қалды. Күйеуінің әтірі емес. Оның әтірінің иісін жатқа білетін. Сүректі сәл ашылау иіс. Ол бір иіс суды 8 жылдан бері өзгеріссіз сатып алып келе жатқан, ал мынау мүлдем басқа, гүлді, әйел адамның иісі еді. Мәлика тәрелкені шұңғылшаға қойып сәл тұрды. Сосын түк болмағандай суды ағызды. Асқар жуынатын бөлмеден шыққанда, ол жай ғана сұрай салғандай кейіп танытып. Бұл не иіс? Жаңа әтір сатып алдың ба? Деді. Күйеуі секундтың 100-ден 1 бөлігіндей уақытқа мүдіріп қалды. Бірақ біліндірмеуге тырысты. Жоқ. Жұмыстағы әріптестер иіссу шашып бір нәрсені атап өтіп жатыр еді. Сондан жұққан болуы керек. Нені атап өтті? Білеймін. Бөлімдегі біреудің туған күні шығар. Ол байсалды, асықпай сөйледі. Бірақ Мәлика бұл адаммен қаншама жыл бірге тұрды ғой. Оның басқа нәрсені ойлап тұрғанда қалай сөйлейтінін жақсы білетін. Сөйлемдері қысқарып, бөлшек түсіндірмелері азайып кететін. Түсінікті, деді ол. Дәурен ас үйге су ішуге кірді, суды құйып ішті де, ыдысын қойып, есік алдында тоқтап, ақырын ғана. Мама, сен әкемнің жаңа галстуктар алғанын байқадың ба? 3 дана. Свитер іздеп жатып шкафтан көрдім, деді. Сен менің шкафымды тінтіп жүрсің бе? Асқар бөлменің есік алдында тұр еді. Жай ғана, кездейсоқ көрдім, деп сабырлы жауап берді Дәурен. Свитер керек болса, сұрасаңшы. Дәурен артық сөзге бармай, өз бөлмесіне кетіп қалды. Мәлика қолын сүлгімен сүртті. 3 жаңа галстук және өзі білмейтін әйел әтірінің иісі. Үстел үстіндегі телефон оның өзіне емес, бос кеңістікке қараған суық жанары. Ол телефонын алып құрбысы Кәмилаға хат жазды. Қолың бос па? Ертең саған соға кетсем қалай болады? Жауап тез келді. Әрине, күтемін. 11-лерде кел, кофе демдеймін. Мәлика телефонын қойып жатын бөлмеге беттеді. Асқар жатып қалған екен. Оның тумбочкасындағы шам өшірулі. Ол оң жақ қырымен жүзін қабырғаға бұрып жатыпты. Бұрын әрқашан шалқасынан жататын еді. Өзі де төсектің шетіне қисайды. Төбе аппақ тап-таза, бей-жай көрінді. Терезе сыртында қазанның сызды желі гүлдейді. Ас үйдегі бәліштің жартысы сол күйі тиілмей қалды. Мәлика төбеге қарап жатып. Ертең Кәмилаға барамын деп ойлады. Кәмила әрқашан тыңдай білетін.
Олардың университет жатақханасынан, жұқа қабырғалар мен ортақ шәйнектерден басталған достығына 20 жыл болған еді. Камила түсінеді. Камила бұның бәрі жай ғана шаршағандықтан екенін, бәрінде де мұндай кезең болатынын, күйеуімен жаймен сөйлесу керектігін айтады. Ол көзін жұмды. Кіреберістегі бөтен иіс судың жұпары әлі де тұрғандай сезілді. Әлде оған солай көрінді ме? Камиланың пәтері Мәликаға әрдайым бір түрлі әсер қалдыратын. Бейне бір сәнді журналдың ішіне кіріп кеткендей боласың. Аса бір байлық немесе салтанаттылықтан емес, бәрінің зерттеліп, ойластырылып жасалғанынан. Мұнда артық ештеңе жоқ еді. Тоңазытқыштың бетінде ешқандай магниттер, терезе алдында оқылмаған газет-журналдардың үйіндісі, қабырғаға скотчпен жабыстырылған балалардың суреттері атымен жоқ. Бәрі өз орнында түзу тұр, ұқыпты жиналған, түстері де үйлесім тапқан. Сұр сарғыш қабырғалар ашық түсті ағаш еден, ішінде гүлі жоқ, тек пішін ғана тұрған биік, жіңішке вазалар. Ас үйінде шағын чемодан көлеміндей кафе-машина бар, ал көзге түсетін жерде бірде-бір артық шынаяқ көрінбейді. Мәлика дәлізде күрткісін шешіп жатып, өзін бірден ыңғайсыз сезінді. Жаман емес, жай ғана басқаша. Оның қою көк түсті күрткісінің жеңдері сәл созылған, оны осыдан 3 жыл бұрын сауда орталығынан жеңілдікпен сатып алған болатын. Оны ілгішке іліп жатып, жанында тұрған Камиланың пальтосын көрді. Шие түсті, жұқа, белдігі бар қымбат пальто еді. Мәлика брендтерді көп айыра бермейтін, бірақ қымбат бұйымдарды іштей бірден сезетін. Камила ас үйден 2 шынаяқ ұстап шықты. Шашы жиналған, макияжы жеңіл, бірақ өте дәл жағылған. Әрбір бөлшегі мінсіз. Ол Мәликадан 1 жас үлкен еді, бірақ өзін күтудің қандай да бір құпия нұсқаулығын тауып алып, соны бұлжытпай орындап жүргендей көрінетін. Отыр, деді ол, диванға иек қағып. Көрінісің онша емес сияқты ғой. Рахмет, деп мысқылдай жымиды Мәлика. Мен жаман мағынада айтқан жоқпын. Жай ғана көрініп тұр. Мәлика шынаяқты алып қос уысымен қысты. Кофе ыстық, қою, кілеге қосылған екен. Бір жұтым жұтып, ішіндегі бір түйткілдің сәл де болса босағанын сезді. Тым құрыса, осы жерде жылулық бар еді. Ал айта ғой, деді Камила. Қарсы алдындағы креслоға жайғасып, аяғын астына алып отырды. Оның тыңдай білетіні рас еді. Әрдайым солай болатын. Көзіне тіке қарап, сөзіңді бөлмейтін, уақытынан бұрын ақыл айтып басыңды қатырмайтын. Мәлика әңгімесін әріден бастады. Асқардың жаздан бері өзгергенін, үйге кеш келетінін, бірақ ашулы емес, жай ғана сезімсіз, суық екенін айтты. Оның ойы мүлдем басқа жақта жүргендей. Тамақты үнсіз жейді, телефонын қолынан түсірмейді. Сұрақтарға қысқа, қызығушылықсыз жауап береді. Дәурен физикадан алған бестігін айтқанда, әкесі көзінде көтерген жоқ. Бұрын ол мұндай емес пе еді? Деп сұрады Камила. Бұрын ба? Мәлика ойланып қалды. Бұрын ол тым құрыса дауласатын, ашуланатын, бірақ тірет. Ал қазір жай ғана бостық. Жаныңда адам емес, тек көлеңкесі ғана жүрген сияқты. Камила басын изеп кофесінен сәл ұрттады. Ал кеше, деп жалғастырды Мәлика, мен иіс сездім. Әйел адамның әтірі. Ол жұмыста әріптестері бір нәрсені атап өткенін айтты. Камила бір сәт үнсіз қалды. Кейін абайлап өте сақтықпен. Мәлика, сен өзіңе осы сұрақты қойып көрдің бе? Мүмкін бұл жай ғана шаршағандық емес шығар, деді. Мәлика шынаяқты үстелге қойды. Сен басқа әйел туралы айтып тұрсың ба? Мен ештеңе де айтып тұрған жоқпын. Жай ғана сұрадым. Ойладым, деп мойындады Мәлика. Ойладым, бірақ бұл туралы ойлағым келмеді. Түсінесің бе? Күмәндану бір басқа, ал сол ойдың санаңа орнығуына жол беру мүлдем басқа. Түсінемін. Оның Кристина есімді көмекшісі бар, жас қыз, 28-дерде шығар. Оны осыдан 2 жыл бұрын корпоративте көргенмін. Сұлу, қуатты қыз. Олар тығыз жұмыс істейді. Асқар кейде оның атын атап қалады.
Камила көзін сәл сығырайтты. Сен оны бақылап көрдің бе? Жоқ. Мүмкін бақылау керек шығар, деді Камила, бірақ артынша бірден. Жоқ, қойшы, керек емес, бұл адамды төмендетеді. Егер соңына түссең, шындықты білмей тұрып өзіңді жоғалтып аласың. Олай істеме, Мәлика, деп қосып қойды. Мәлика оған таңдана қарады. Өзің ғана ұсынып едің ғой. Байқамай айтып қалдым. Ол ақымақ идея. Камила биязы әрі сенімді түрде жымиды. Одан да онымен ашық сөйлес. Жай ғана. Мен бір нәрсенің дұрыс емес екенін сезіп жүрмін деп айт. Еркектер кейде өздерінің алыстап кеткенін байқамай қалады. Олар некеде әр түрлі кезеңдер болатыны, жұмыстағы шаршау адамға әсер ететіні, Асқардың бәрі бір отбасын тастамағаны, ақша тауып үйге келіп жүргені, аса бір дөрекілік көрсетпейтіні туралы тағы бірі. Камила жұмсақ, байсалды сөйледі, Мәлика да біраз сабасына түскендей болды. Сәл де болса. Сонан соң Камила үстел шетіндегі телефонына қол созды, сірә бір нәрсе көрсеткісі келген болуы керек. Телефон қапсыз, чехолсыз еді, үстелдің шетіне тым жақын жатқан екен. Қолы сәл епсіз тиіп кетті де, телефон төмен қарай ұшып, журнал үстелінің бұрышына соғылып, экранымен еденге көрсете түсті. Ойбай-ай, деді Камила. Мәлика еденге жақынырақ отырған еді. Ол бейсаналы түрде еңкейіп, телефонды көтеріп алды да, экранына көзі түсті. Экран шытынап кетіпті. Сызат бұрышынан дәл ортасына дейін қиғаш түскен, бірақ оның астынан бәрі анық көрініп тұрды. Экранда сурет ашық тұр еді, бұл заставка емес, нақ ашылған галерея болатын. Соңғы түсірілген кадр. Банкет залының аясында тұрған екі адам. Шамдар, артқы фондағы мерекелік дастархан. Қою түсті костюм киген ер адам әйелді иығынан құшақтап тұр. Екеуі де күліп жатыр. Ер адам Асқар еді, дәл сол костюмі, Мәлика оны жақсы білетін, өйткені жақында ғана химиялық тазалауға өз өткізген болатын. Мәлика бірден басын көтермеді. Ол суретке қарап тұрды, басы маңырап, құлағы тұнып қалғандай болды. Мұндай тыныштық маңызды бір жұмбақтың шешімі табылып, бірақ оның жақсы не жаман екенін әлі түсінбей тұрған сәтте болады. Мәлика, маған берші, деді Камила. Даусы сабырлы шыққанымен қолын тез созды. Мәлика телефонды бере отырып, бұл қашанғы сурет? Деп сұрады. Камила экранға қарап бір сәт ойланғандай болды. Бұл ескі сурет осыдан 4 жыл бұрынғы. Оның жұмысында корпоратив болған, есіңде ме? Сен сонда ауырып, ангина болып жатқансың. Дене қызуың 39-ға дейін көтерілген. Ол жалғыз барды. Біз кездейсоқ қатар отырып қалдық. Биге шақырды. Біреу суретке түсіріп алыпты. Жай ғана жұмыс іс шарасы ғой. Мәлика оған тіке қарады. 4 жыл ба? Деп қайталады ол. Иә. Сен бөтен әйелдің күйеуімен түскен кездейсоқ суретті 4 жыл бойы сақтап жүрсің бе? Камила иығын қиған еткізді. Еш қымсынбастан жайбарақат қана. Мен жалпы сурет өшірмеймін. Менде мыңдаған сурет бар. Бұл ештеңені білдірмейді, деді. Ол жымиды. Мәлика да оған қарап жымиды. Әрине, деді Мәлика. Олар кафелерін ішіп бітірді, ауа райы, сауда орталығында жаңа мейрамхана ашылғаны туралы тағы да біраз басқа әңгімелер айтысты. Мәлика керек жерінде күліп, басын изеп жауап беріп отырды. Ол ішінде бәрі астан-кестен болып жатса да, сырттай қалыпты киіп танытылатын еді. Ол кетерде Камила оны есік алдында қатты, шын көңілімен құшақтады. Өзіңді босқа қинама, бәрі жақсы болады. Сен мықтысың ғой, деді ол. Білемін, деп жауап берді Мәлика. Ол лифтімен төмен түсіп көшеге шықты. Қазанның суық, сызды ауасы бетіне соқты. Машинасына қарай бара жатып, ол Асқар туралы ойлаған жоқ. Ол сурет туралы ойлады. 4 жыл. Телефон өзгереді, қосымшалар өзгереді, адамдар артық дүниеден арылу үшін галереяны әдейі тазалап тұрады. Камила бәріне ұқыпты қарайтын әйел. Пәтері де, киімі де, сөзі де мінсіз.
Мұндай адамдар кездейсоқ түскен суретті 4 жыл бойы жайдан жай сақтамайды. Текке сақтамайды. Мәлика машинаға отырып қозғалтқышты от алдырды, алдындағы бос тұраққа тіке қарап қалды. Мүмкін ештеңе де жоқ шығар. Мүмкін бұл расымен де шындық болар. Жай ғана корпоративтен қалған ескі сурет шығар. Мүмкін ол бәрін өзі ойдан шығарып жатқан болар. Бірақ сұрақ маза бермеді. Жабық бөлмедегі сыз секілді ақырын ғана санасын торлай берді. Кездейсоқ суретті 4 жыл бойы сақтаудың не қажеті бар? Ол үйіне қарай жүрді. Жол таныс, үйреншікті еді. Көше бойындағы ағаштар сидиіп, жапырақтары әлдеқашан түсіп қалған. Тек сұр аспанда ылғалды, қара бұтақтар ғана қалыпты. Үй іші тыныш еді. Асқар әлі жұмыстан келмеген. Дәурен өз бөлмесінде құлаққаппен бір нәрсе тыңдап отыр. Мәлика ас үйге өтіп шәйнекті қойды да шұңғылшаның шетіне сүйенді. Үстел үстінде кешегі бәліш тұр еді. Оны сол күйі жинамапты. Беті сүлгімен жабылған, келесі күнгі барлық бәліштер сияқты сәл шөгіп қалған екен. Мәлика сүлгіні алып, бір тілім кесті де, тәрелкеге де салмай тұрған бойда жей салды. Дәмді екен. Ол іштей. Анама телефон соғу керек. Хабарласпағалы көп болды. 3 аптадай уақыт өткен шығар. Анам 20 минуттық жерде тұрады, бірақ қол тимейді. Ертең жай ғана шай ішуге барып қайтамын деп ойлады. Шәйнек қайнады. Мәлика шай демдеп үстелге отырды, қолын анасының анасы, әжесі, кестелеген ұсақ тор көзді дастарханның үстіне қойды. Терезе сыртында жаңбыр сіркірей бастады. Асқардың жұмысына бару туралы ой таңертең туындады. Көп жағдайда өмірді өзгертетін маңызды шешімдер осылай кездейсоқ туады ғой. Мәлика плитаның алдында тұрып, бәліштің қалғанын жылытып жатып. Неге бармасқа? Жай ғана әйелі күйеуіне үйдің тәттісін алып келді. Бұнда тұрған не бар екен? Ештеңе де жоқ деп ойлады. Тек соңғы 1-2 жылда ол бұлай ешқашан істемеген еді. Ол бәлішті фольгаға орап, суып қалмасын деп үстінен сүлгімен қымтады. Киініп кілтті алды. Дәурен мектепте болатын. Асқар 8-де кеткен, әдеттегідей үнсіз, қолында телефоны бар. Оның кеңсесіне дейінгі жол 20 минутта алатын. Мәлика музыкасыз жүрді, көшенің қазан айындағы ылғалды көрінісіне қарап келе жатты. Машиналар шашыратып, бағдаршамдар сары түспен жыпылықтайды. Ол өзіне: сен жай ғана бәліш әкеле жатырсың, ештеңе іздеп келе жатқан жоқсың, деді. Кеңсе қала орталығындағы 4 қабатты ғимаратта орналасқан екен. Шыны есіктер, логотипі бар маңдайша кіреберіс алдындағы шағын тұрақ. Мәлика орын тауып, қозғалтқышты өшірді, қасындағы орындықтан бәлішті ала бергенде оларды көрді. Асқар шыны есіктің алдында тұр еді. Жанында қолына бірнеше папка ұстаған, ашық түсті пальто киген ұзын бойлы жас әйел бар. Шашы жиналған. Кристина. Мәлика оны осыдан 2 жыл бұрын корпоративте бір-ақ рет көрсе де бірден таныды. Асқар оның қолынан папкаларды алды. Бәрін бірден. Оны 100 рет жасағандай, бірақ қимылмен ептілікпен қағып алды. Кристина бір нәрсе айтты, ол ресми емес, шын көңілімен басын артқа тастай, қарқылдап күлді. Мәлика машинаның әйнегінен дыбысты естімесе де, оның үйде бұлай күлмегеніне көп уақыт болғанын білді. Мүмкін жарты жыл, мүмкін одан да көп. Олар Кристинаның тұрақ шетінде тұрған шағын күміс түсті машинасына қарай беттеді. Асқар папкаларды жүк салғышқа салды, олар машина жанында тағы біраз сөйлесті. Кристина бір нәрсені түсіндіріп, қолдарын сермеп жатты. Асқар тыңдап, басын изеп тағы да жымиды. Мәлика бұған қарап отырып, бір түрлі сезімде болды. Өткір ауырсыну емес, кеудесін бір нәрсе басып тұрғандай тынысы тарылды. Салмағы ауыр бір дүниені кеудесіне қойып басып тұрғандай. Ол ешкімге көрінбей, ақырын ғана кетіп қалуды, сосын бәрін сабырмен ойлануды шешті. Ол артқы берілісті қосып машинаны бұра бастады. Сол жақтағы айнадан бос орын көрінгендей болып еді, әлде оған солай сезілді ме? Тым қатты емес, бірақ анық естілетін шыққан дыбыс шықты. Мәлика тежегішті басып сыртқа шықты. Артында үлкен қою көк түсті,
жүк салғышында ағаш рейкалары бар фургон тұр екен. Ол оны мүлдем байқамай қалған. Машинасының артқы бамперінде металға дейін жеткен ұзын сызат пайда болыпты. Фургонның бамперінде алақандай жердің бояуы ұшқан. Күннің тамаша басталуы, деді ол дауыстап, ешкімге бағыттамай. Болып тұрады, деп жауап берді біреу. Ол артына бұрылды. Фургонның жанында бір ер адам тұр еді. Жасы 40-тарда, үстінде қою түсті күрткі мен бүйір қалталары бар жұмыс шалбары. Орта бойлы, шашы қысқа, жүзі сабырлы. Ол сызатқа ешқандай ашусыз, бағалағандай қарап тұрды. Бұл сіздің фургоныңыз ба? Деп сұрады Мәлика. Менікі? Кешіріңіз, байқамай қалдым. Бәрін өтеп беремін. Нөмірімді жазып алыңыз, сақтандыру компаниясының контактілерін беремін. Ер адам тізерлеп отырып, бояуы ұшқан жерді саусағымен ұстап көрді. Қатты емес екен, деді ол. Беткі қабаты ғана. Жөндеуге келеді. Бәрібір менің кінәм. Дұрыс қарамадым. Ол орнынан тұрып Мәликаға қарай бұрылды. Көздері қою сұр түсті, көзінің қиығында ұсақ әжімдері бар екен. Жастан емес, жұмыстан немесе күн көзінде көп сығырайып қарағаннан пайда болған әжімдер. Темір, деді ол қолын созып. Мәлика. Олар қол алысты. Мәлика іштей. Қалыпты адам болса, қазір сақтандыруды талап етіп, зақымдалған жерлерді суретке тартып жатар еді деп ойлады. Өзіңіз жақсысыз ба? Деп сұрады ол. Сіз қозғалмай тұрып, машинада ұзақ отырдыңыз ғой, бір 10 минуттай бақыладым. Мәликаның беті сәл қызарып кеткендей болды. Ойланып қалыппын, деді ол. Түсінікті. Ол артық сұрақ қоймады. Жүріңіз, сізге шай берейін. Шеберхана анау бұрышта. Шай ішіп отырғанда мен бамперге не істеуге болатынын көрейін. Қажет емес, рахмет, мен сақтандыруды шақырайын. Сақтандыруды кез келген уақытта шақыруға болады, деді Темір. Шай ішуге де болады. Ол неге келіскенін өзі де түсінбеді. Мүмкін бұл соңғы бірнеше күндегі ішінде ешқандай айыптау да, бейжайлық та жоқ, алғашқы жылы сөз болғандықтан шығар. Шеберхана бұрыштағы жартылай жертөледе орналасқан екен. Төмен қарай бірнеше баспалдақ апарады. Кіреберістің үстінде Темір Оспановтың ағаш шеберханасы деген шағын маңдайша ілініпті. Ішінен ағаш, лак және тағы бір жылы шайыр иісі шығады. Қабырға бойында білдектер, верстактар, сөрелерде банкалар, құрал-саймандар, дайындамалар тізіліп тұр. Бұрышта шағын үстел мен 2 орындық электр шайнегі бар. Отырыңыз, деді Темір. Тек пакеттегі шай ғана бар, айыпқа бұйырмаңыз. Мен талғампаз емеспін, деп жауап берді Мәлика. Ол Темір шайнекпен айналысып жатқанда айналаға көз тастады. Білдектің үстіндегі қабырғада сурет ілулі тұр еді. Жасы 12-лердегі бала қолына қармақ ұстап, тізесінен су кешіп тұрып, мәз болып күлімсіреп тұр. Ұлыңыз ба? Деп сұрады ол. Әр түр, жасы 13-те. Анасымен тұрады, маған демалыс күндері келеді. Осыдан 3 жыл бұрын ажырасқанбыз. Ол мұны ешқандай өкінішсіз, әлдеқашан жазылған жара туралы айтқандай жай ғана жеткізді. Қиын болды ма? Деп сұрады Мәлика, бірақ артынша бірден. Кешіріңіз, бұл менің шаруам емес қой, деп қосып қойды. Бәрі дұрыс. Темір оның алдына шын аяқты қойды. Қиын болды, бірақ, шынымды айтсам, 1-ші жыл ғана қатты батты. Кейін өмірдің сынып қалмағанына, жай ғана басқа арнаға бұрылғанына үйренесің. Мәлика шын аяқты қос уысымен қысты. Кеше Камиланың үйіндегі дәл сондай қимыл. Бірақ мұнда бәрі басқаша еді. Қарапайым сияқты. Менде де сондай бір кезең басталып жатқан сияқты, деді ол. Және бұл сөзді бейтаныс адамға ағаш шеберханасында отырып, пакеттегі шайды ұстап тұрып дауыстап айтқанына өзі де таңғалды. Темір бірден жауап бермеді. Ол қарсы алдына отырып, өз шын аяғын алды. Тұрмыс құрғаныңызға көп болды ма? 12 жыл. Балалар бар ма? Өгей ұлым Дәурен бар, 15 жаста. Ол сәл үнсіз қалды. Ол өте жақсы бала, ақылды, әкесінен қарағанда маған жақынырақ. Бұл сіз туралы жақсы нәрсені білдіреді.
Мәлика оған қарап: немесе әкесінің оған жақын еместігін білдіреді деді. Ол да бар деп келісті Темір. Олар тағы біраз үнсіз отырды. Бұл ауыр үнсіздік емес, жай ғана тыныштық еді. Мәлика соңғы рет қашан бір нәрсені түсіндіруге, ақталуға немесе арадағы үзілісті толтыруға тырыспай, осылай еркін отырғанын есіне түсіре алмады. Кейін Темір шайын ішіп бітіріп, орнынан тұрды да, сөреден шағын банка мен қалам алды. Жүріңіз, бамперіңізді көрейік. Көшеде ол Сызаттың жанына тізерлеп отырып, банканы ашты. Ішінде машинаның түсіне дерлік сәйкес келетін қою көк түсті бояу пастасы бар екен. Мінсіз емес деді ол, бірақ 3 метр жерден байқалмайды. Осы жарай ма? Сіз байсалды айтып тұрсыз ба? Мен сізге еңбегіңіз үшін төлеуім керек қой. Қажеті жоқ, 5 минуттық қана шаруа. Сақтандыру мен әуре болудың мәні жоқ. Темір пастаны Сызатқа жағып, тегістеп артығын шүбірекпен сүртті. Сіз маған ештеңе де қарыз емессіз. Ол банканы жапты. Адамдарға қиын сәтте көмектесу, бұл жай ғана адамгершілік қой. Мәлика жанында тұрып, оның құралдарын жинап жатқанына қарап тұрды. Қарапайым адам. Қарапайым сөздер, ешқандай астарсыз. Ол үйге 2-ден аса келіп, сорпаны жылтып, жалғыз өзі ішті. Дәурен мектепте болатын. Сол күйі ешқайда апарылмаған бәлішті шығарып, бір тілім кесіп алды. Асқар кешкі сағат 7-де келді. Мәлика әлі ештеңе айтып үлгермеген еді. Күйеуі дәлізде киімін шеше сала, өзі бастады. Сен бүгін кеңсеге келдің бе? Мәлика плитадан бұрылды. Иә, саған бәліш әкелмекші болдым. Не үшін? Даусы дөрекі, ешқандай кіріспесіз шықты. Мен саған ескертусіз келме деп айттым ғой. Ол жерде өткізу пункті, күзет бар, әріптестердің алдында ыңғайсыз. Мен ішке кірген жоқпын. Ал машинадағы Сызат қайдан пайда болды? Шығып бара жатып байқамай басқа фургонды соғып алдым, бәрін реттедім. Асқар оған уайымдаған немесе жеңілдеп қалған кейіппен емес, ашумен қарады. Тамаша, керемет, Мәлика, машина соғылған. Сен менің кеңсемнің алдында не іздеп жүргеніңді білмей, қаланы кезіп жүрсің. Сені көргім келді деді ол ақырын ғана. Көрдің бе енді? Сәл үзіліс орнады. Иә, деді ол. Көрдім. Күйеуі бөлмеге өтіп кетті. Бірнеше минуттан кейін ол жақтан қосылған теледидардың дыбысы шықты. Дыбысы сондай қатты, бейне бір теледидар екеуінің арасында болмаған сол әңгімені басып тастағысы келгендей еді. Мәлика плитаның алдында тұрып, 2 ер адам туралы ойлады. Біреуі бөтен машинадағы Сызатты көріп шай ұсынды. Ал екіншісі өз машинасындағы Сызатты көріп, айқайға басты. Ол газдың көзін жағып, қазанды қойды да, картопты асықпай, ұқыптап, бір-бірлеп арчи бастады. Терезе сырты қазан айындағыдай ерте қарайды. Дәурен кешкі сағат 7:30-да келді, сөмкесін тастай сала, кешкі асқа не бар екенін сұрады. Мәлика. Котлет қосылған картоп деп жауап берді. Тамаша деді ол да өз бөлмесіне беттеп. Ешқандай ашусыз, жай ғана үйреншікті түрде айтылған осы бір тамаша деген кішкентай сөз мына бір ұзақ әрі ауыр күндегі ең жылы сәт болып көрінді. Сания Мұратқызы Мәликаның балалық шағы өткен қаланың ескі ауданында, тротуар бойында жөке ағаштары өскен, сонау кеңес заманынан қалған 5 қабатты үйлердің бірінде тұратын. Үйде, кіреберісте кәдімгідей қарапайым, лифтісі де әрдайым істей бермейтін. Бірақ анасының пәтерінің табалдырығын аттасаң болды, бірден бәрі басқаша күйге енетін. Мәлика өткен кеште телефон соққан болатын. Анасы: түскі асқа сағат 12-лерде кел деген. Даусы әдеттегідей сабырлы шықты. Сания Мұратқызы телефонмен сөйлескенде ешқашан асып-саспайтын, айтар сөзін бетпе-бет кесуге сақтайтын. Мәлика есіктің қоңырауын басып үлгермей жатып-ақ есік ашылды. Анасы баспалдақпен көтеріліп келе жатқан қадамдарды естіген болуы керек. Кір, кір деді ол, сосын еш мүдірместен. Азып кетіпсің ғой, деп қосып қойды. Мама, мен азған жоқпын. Бетім сол қалпы. Сания Мұратқызы оның иегінен ұстап, тек анаға ғана тән қамқорлықпен жүзіне мұқият қарады. Реңінде сынық.
Жай ғана күз ғой, күзде бәрінде де осылай болады өт. Пәтер ішінен бал мен кардамонның жұпар иісі аңқиды. Сания Мұратқызы балдан тоқаш пісіріп жатыр екен. Олар плитаның жанындағы тордың үстінде суып тұр. Асы үстелінің үстінде шетіне қызыл қызғалдақтар кестеленген, ескі болса да тап-таза жуылған зығыр дастархан жаюлы. Терезе алдында әдеттегідей құтыдағы қастамақ, герань гүлдері тұр. Қою қызыл және қызғылт түсті, жапырақтары қалың әрі тірі. Бұрыштағы сөреде шындың артында қыштан жасалған сервиз жинаулы, оны ешқашан қонақтар үшін шығармайтын, тек ерекше күндері өздері ғана қолданатын. Мәлика күрткісін шешіп ас үйге өтті де, терезе алдындағы өзінің үйреншікті орнына арқасын гүлдерге, жүзін анасына бұрып отырды. «Шай ма, әлде компот па?» деп сұрады Сания Мұратқызы. «Шай». Анасы шайнекті қойып тоқаштарды тәрелкеге салды, ақ қақпақты шыны құтыдағы шие тосабын әкелді. Бұның бәрін ол қолына қарамай-ақ үйреншікті әрі жылдам қимылмен жасады. Сосын қарсы алдына отырып қолын үстел үстіне айқастыра қойды да қызына қарады. «Ал айта ғой, көптен бері хабарласпадың, демек бір нәрсенің дұрыс емес болғаны ғой». Мәлика тоқашты алып бір тістеді. Тәтті, жылы, дәріш, корица иісі шығады. «Мама, менің Асқармен арам». Ол бастады да тоқтап қалды. Қайтадан бастады. Ол мүлдем өзгеріп кетті. Суық, алыс, үйге кеш келеді, телефонын қолынан түсірмейді. Дәуренге мүлдем көңіл бөлмейді. Мені де байқамайтын сияқты. Сания Мұратқызы сөзді бөлмей тыңдады, тек бір рет қана шайын үстемелеп құйып жіберді. «Және иіс», деп қосып қойды Мәлика. «Әйел адамның әтірінің иісі, менікі емес». Анасы сәл үнсіз қалып, терезе сыртындағы көшеге көз тастады. Бұл көптен бері жаздан басталған болуы керек. Бірақ мен өзімді маған солай көрінген шығар деп ұзақ уақыт бойы сендіріп келдім. «Саған солай көрінген жоқ», деді Сания Мұратқызы, ешқандай боямасыз, жай ғана. «Сен білмейсің ғой». Анасы оған тіке қарады. «Мен әкеңмен 41 жыл бірге тұрдым. Үйде отырса да, ойы басқа жақта жүрген еркектің қандай болатынын жақсы білемін». Мәлика шыны аяқты орнына қойды. «Әкемде де сондай жағдай болды ма?» «Болды». Сания Мұратқызы мұны ешқандай өкінішсіз, жай ғана болған факт ретінде жеткізді. 91 жыл. Сен ол кезде кішкентай едің, 7 жасар баласың. Ол зауытта істейтін. Сол жерде есеп бөліміне жаңадан бір қыз келді, жас, тұрмысқа шықпаған. Олар түскі асқа бірге баратын, кейін жұмыстан соңда қалып қоятын. Сен білдің бе? Бірден емес. Кейін сездім. Дәл қазіргі сен сияқты. Мәлика анасына қарап қалды. Өмір бойы ол ата-анасын бір бүтін, мызғымас берік жандар деп ойлайтын. Олар бұл пәтердің қабырғалары сияқты өзгермейтін, тұрақты әке мен ана еді. Сонсоң не істедің? Жүрегім қалаған нәрсені істеген жоқпын деп мысқылдай жымиды Сания Мұратқызы. Жылап оны күтіп отырғым келді, бірақ мен олай істемедім. Ол тоқашталып қолында айналдырып отырды. Гүл дизайны, флористика курсына жазылдым. Сенің есіңде жоқ шығар, ол кезде тым кішкентай едің. Мен әр сәрсенбімен жұма сайын сабаққа кететімін, ол жақтан көңілді, жаңа таныстармен, жаңа идеялармен оралатымын. Кейін тапсырыспен гүл шоқтарын жасай бастадым, көршілердің үйлену тойларына безендіру жасадым, қысқасы. Мүлдем басқа әйелге айналдым. Бөтен емес, басқа, қайтадан қызықты әйел болдым. Содан ол қайтып келді ме? Ол ешқайда ерекше кете қойған жоқ еді, деді анасы, бірақ ол маған қайтадан шын көңілмен қарай бастады. Өйткені мен оның маған қарайтын жанарын күтуді қойып, өз жолымды таптым. Мәлика ұзақ уақыт үндемеді. Терезе сыртында, тротуарда бір әйел бала арбасын сүйреп, жауайын деп тұрған жаңбырдан қашып асығып бара жатты. Сенің не айтқың келгенін түсініп тұрмын, деді ақыры Мәлика. Бірақ қазір маған гүл дизайны туралы ойлау қиын. Мәселе гүлде емес, мәселе өз-өзіңді жоғалтпауда. Сания Мұратқызы оның қолын өзінің жылы, сәл бұдырлы алақанымен басты.
Сен жақсы әйелсің, Мәлика, ақылдысың, мейірімдісің, сүйе білесің, бірақ айналаңдағылардың бәріне керек болуға сондай қатты үйреніп кеткенсің, тіпті өзіңе керек болуды ұмытып қалғансың. Өзіңмен айналыс, ол үшін емес, өзің үшін. Мәлика басын изеп, сосын ақырын ғана: Ал егер бұл жай ғана шаршау емес, шынымен де басқа біреу болса ше? Деп сұрады. Анасы қолын алып, бойын тіктеді де, қызына Мәликаның бала кезінен жақсы білетін ерекше, салмақты әрі тік көзқарасымен қарады. Онда мен саған бір нәрсе айтайын. Ол сәл кідірді. Мен Асқарды осыдан 2 апта бұрын жұма күні көрдім. Базардан келе жатып, алаңдағы Райхан дәмханасының жанынан өттім. Оның үлкен терезелері бар, көшеден бәрі анық көрінеді. Ол терезе алдындағы үстелде отыр еді. Мәлика ішінде бір нәрсенің дір ете қалғанын сезді. Жалғыз ба? Жоқ. Жас қыз емес, жасы 38-дерде шығар, бәлкім, сәл үлкенірек. Өзін күткен қара шашты, шие түсті пальто киген әйел. Олар бір-біріне жақын отырып сөйлесіп жатты. Әйел бір нәрсе айтып жатты, ол тыңдап жымиып отырды. Бұл іскерлік кездесу емес, Мәлика. Мен өмір көрген адаммын, айырмашылығын ажырата аламын. Мәлика демін баяу шығарды. Шие түсті пальто. Иә, бұл Кристина емес, деді Мәлика іштей өзіне өзі күбірлеп. Кристинаның шашы ашық түсті, жас, 28-дерде, мынау басқа әйел. Демек, сен оны танымайсың ғой, деді анасы байсалды түрде. Немесе танимын деп ойлады Мәлика, бірақ оны дауыстап айтпады. Ол Камиланың дәлізіндегі ілгіште тұрған шие түсті пальтоны есіне түсірді. Күрткісін іліп жатқанда көзі шалып қалған болатын. Камила әрдайым шие түсін киетін. Бұл оның ең жақсы көретін түсі еді. Өзіне өте жарасатынын үнемі айтатын. Және расымен де жарасатын. Жоқ, бұл жай ғана ұқсастық шығар. Шие түсті пальтоны қаншама әйел киеді. Бұл қалада күзде мұндай пальто киетін мыңдаған әйел бар ғой. Мама, деді Мәлика, сен оның жүзін алыстан, әйнектің артынан анық көре алмағансың ғой, тек жалпы бейнесін, қара шашты, үстінде шие түсті пальтосы бар екенін ғана байқағансың. Басқа ештеңе жоқ қой. Сания Мұратқызы орнынан тұрып, плитаға жақындады да, шәйнектің орнын ауыстырды. Мәлика, деді ол артына бұрылмай-ақ. Мен Асқардың не істеп жүргенін білмеймін. Бәлкім, бұл ештеңе де емес шығар. Бәлкім, бір мән бар шығар, бірақ мен бір нәрсені анық білемін. Адамның өз бағасын білуі, достоинство, кез келген еркектің махаббатынан да маңызды. Қандай шындықты білсең де, осыны ұмытпа. Ол артына бұрылды. Мәлика анасына қарап отырып, оның өзінің 64 жасында, қазіргі 38 жастағы өзінен әлдеқайда сабырлы сенімді көрінетінін ойлады. Мүмкін өмірдің ең негізгі сабағы да осы шығар, күресу немесе күту емес, жай ғана өз қадірінді білу. Тоқаштардан ала кет, деді Сания Мұратқызы. Дәурен жақсы көреді ғой. Мәлика жымиды. Барлық бала тәттіні жақсы көреді ғой. Анасы тоқаштарды қағазға орап жатып. Өзі қалай жалпы? Деп сұрады. Жақсы. Ақылды бала. Өткен аптада физикадан 5 алды. Қиын есепті сыныпта жалғыз өзі шығарыпты. Жарайсың, айналайын, Сания Мұратқызы түйіншікті ұсынды. Оған тәрбие беріп жатқан адам бар ғой. Сен барыңды салып жатырсың. Мәлика түйіншікті алып, орнынан тұрды да, анасын әдеттегіден де ұзағырақ қатты құшақтады. Анасы оның басынан сипады, бейне бір Мәлика кішкентай кезінде тізесін жарақаттап алып келгендегідей мейіріммен жұбатты. Ештеңе емес, деді Сания Мұратқызы ақырын ғана. Ештеңе емес, қызым. Көшеге шыққан соң Мәлика машинасына барып отырды, тоқаштарды қасындағы орындыққа қойды. Жаңбыр басылған екен, бірақ тротуарлар әлі ылғалды. Шалшық сулардан сұраспан шағылсады. Ол шие түсті пальтоны ойлады, Камиланың телефонындағы суретті ойлады, Камиланың Асқарды қалай абайлап, бірақ настойчиво қорғағанын. Бұл істі зерттемеуге кеңес бергенін, ал Темірге кенеттен, тіпті қорқынышпен тап бергенін ойлады. Бұның бәрін жеке-жеке қарастырсаң, жай ғана түсіндіруге болар еді,
бірақ бәрін бір жерге қосқанда келеді. Ол машинаны от алдырды. Шешім ешқандай айқай-шусыз, тыныштықта пісіп жетілді. Нағыз маңызды шешімдер айқайлаған сәтте емес, дәл осындай үнсіздік сәтінде қабылданады ғой. Күмәндануда, өзін алдауда жеткілікті болды. Ол шындықтың түбіне дейін жетеді. Намысты аяққа таптау немесе кек алу үшін емес, жай ғана мына тұман ішінде өмір сүруге дәрмені қалмағандықтан. Мәлика Камилаға сәрсенбі күні таңертең телефон соқты. Хат жазған жоқ, дәл телефонмен хабарласты, өйткені оның дауысын естігісі келді. Адамның дауысы сөзінен де көп нәрсені аңғартады ғой. Сәлем, деді Камила. Дауысы ширақ, жеңіл шықты. Қалайсың? Жақсы. Бүгін кездесе аламыз ба? Бір нәрсе айтқым келіп еді. Сәл ғана білінер-білінбес үзіліс болды. Әрине, сағат 3-терде кел. Мәлика тура сағат 3-те барды. Камила есікті үй киіммен ашты. Кең жұмсақ шалбар, биік жағалы свитер киіпті демалып қалғандай көрінді. Пәтері әдеттегідей тап-таза жинаулы. Ас үй үстелінің үстінде ашық ноутбук тұрды. Камила фрилансер дизайнер болып істейтіндіктен өз уақытын өзі реттей алатын. Отыр, деді ол. Шай ма, кофе ме? Шай. Олар ас үйге жайғасты. Мәлика шынаяқты екі қолымен қысып ұстады. Бұл үйреншікті қимыл оны сәл де болса сабасына түсіретін. Мен анама барып келдім, деп бастады Мәлика. Қалай екен жағдайы? Жақсы. Тоқаш пісіріпті. Мәлика сәл кідірді. Анам бір қызық нәрсе айтты. Осыдан 2 апта бұрын Асқарды Райхан дәмханасында бір әйелмен көріпті. Камила шыны аяғын алып шайына үрледі. Жұмыстағы әріптесі шығар. Анам іскерлік кездесуге мүлдем ұқсамайды дейді. Бір-біріне жақын отырыпты, ол күліп отырыпты. Анамды өзің де білесің ғой, ол босқа ойдан шығармайды. Енді аналар кейде өздерінің көргісі келген нәрсесін көреді ғой, деді Камила жайбарақат қана. Немесе бар нәрсені көреді. Камила шыны аяғын қойып, Мәликаға мұқият, көзін сәл сығырайта қарады. Ал ол әйелдің түрі қандай екен? Қара шашты, жасы 38-дерде, өзін күткен әйел. Мәлика сәл ғана кідіріп, үстінде шие түсті пальтосы болыпты, деді. Камиланың жүзі сәл өзгере қалды. Өте аз, білінер-білінбес қана. Еріннің қиығы сәл тартылып, жанары секундтың 100-ден 1 бөлігіндей уақытқа төмен сырғыды. Сосын бәрі қайта орнына келді. Баяғы жылы жымиыс, сабырлық пен қамқорлық. Қалада шие түсті пальто киетіндер толып жүр ғой, Мәлика, деді ол. Түсінемін, сен қазір шаршап жүргендіктен әр нәрседен бір белгі іздейсің. Адам уайымдағанда бұл қалыпты жағдай, бірақ сен жоқ жерден өзіңді босқа қинап жатырсың. Мүмкін. Мәлика оған тіке қарады. Бірақ мен бәрібір шындықты білгім келіп тұр. Қалай болғанда да. Соңына түсіп бақылаудың қажеті жоқ, деді Камила тез арада. Бұл адамды төмендетеді. Мұны бұрында ойлағаныңды айтқансың. Істеме оны. Бұл саған жауаптан бұрын тек қана зиян әкеледі. Мен бақылау туралы айтқан жоқпын, бірақ сенің ойың сол жаққа қарай бұрылып тұр ғой. Мәлика үндемеді, сосын. Тақырыпты ауыстырайық, деді. Айтпақшы, мен бір қызық адаммен таныстым. Кездейсоқ тұрақта оның фургонын сызып кетіппін. Ол ағаш шебер екен, өз шеберханасы бар. Темір есімді, өте сабырлы әрі мейірімді жан екен. Біраз сөйлестік, шай берді. Жақсы әңгіме болды. Бейтаныс адаммен бұлай еркін сөйлеспегелі көп болып еді. Камила оған қарап қалды. Міне, дәл осы сәтте бір нәрсе кілт үзілгендей болды. Бәрі секундтық қана емес, анық байқалатындай өзгерді. Жайбарақаттық жоғалды. Көзінде бір өткір суықтық пайда болды. Ағаш шебері, деп қайталады ол. Иә, Камила. Даусы мүлдем басқаша, қатты, дерлік қатал шықты. Сен тұрмыстағы әйелсің. Мұның сырт көзге қалай көрінетінін түсінесің бе өзің? Қандай да бір бейтаныс еркекпен танысып, оның шеберханасында шай ішіп отырсың. Біз жай ғана сөйлестік. Бәрі дәл осылай басталады.
Камила даусын сәл көтеріп, тез-тез сөйлей бастады. Алдымен жай ғана сөйлесесіңдер, кейін ол сені түсінетін болып шығады, сосын не болатынын өзің де білесің. Сен Асқарға сылтау тауып бергің келе ме? Ертең ол саған өзіңше деп айта алатындай болғанын қалайсың ба? Мәлика құрбысына қарап отырып, іштей реніш емес, таңғалысты сезді. Суық есін жиған таңғалыс. Ол байыппен ақырын сөйледі. Сен жаңа ғана маған күйеуіңнен күмәнданба, дәмханадағы жай ғана әріптесі шығар, өзіңді босқа қинап жатырсың деп тұр едің, ал қазір менің бейтаныс адаммен шай ішіп сөйлескеніме ашуланып отырсың. Бұл екеуі екі басқа нәрсе. Неге басқаша? Өйткені Асқар сенің күйеуің, ол саған ешқандай жамандық жасаған жоқ. Мәлика басын изеп, шын аяғындағы шайды ішіп бітірді де, терезеден сыртқа, тар аулаға, сидиған ағаштар мен төменде тұрған машиналарға. Міне, гәп қайда деп ойлады ол іштей. Камила әрқашан Асқарды абайлап, бірақ настойчиво қорғайды. Кез келген күмәнді түсіндіріп береді, кез келген айғақтың мәнін жояды. Сонымен бірге өзіне жай ғана шай беріп, машинасын жөндеп берген темірге тап береді. Құрбысының күйеуін мұншалықты жанұшыра қорғаудың не қажеті бар? Ол мұны дауыстап айтқан жоқ, тек іштей түйіп қойды. Бейсенбі күні Асқар таңғы ас үстінде демалыс күндері досы Бауыржанмен бірге балық аулауға кететінін айтты. Жол алыс екен. Жексенбі күні кеш келедіміз. Біз сенбі күні сенің тәтеңе бармақшы едік қой, деді Мәлика. Осыдан 2 апта бұрын өзің ұсынып едің. Оны кейінге шегере салуға болады ғой. Ол көзін көтерместен нанғамай жақты. Бауыржан көптен бері шақырып жүреді. Бас тарту ыңғайсыз. Жақсы, деді Мәлика. Дәурен үстел басында үнсіз тамақтанып отырды. Сосын орнынан тұрып тәрелкесін шұңғылшаға апарды да есік алдында сәл бөгелді. Мама, деді ол, сенің телефоныңда әкемнің досы Бауыржанның нөмірі сақтаулы ма? Жоқ, неге сұрадың? Жай ғана. Ол иығын қиқан еткізіп өз бөлмесіне кетті. Мәлика баланың да бәрін ойлап жүргенін түсінді. 15 жас, ештеңе байқамайтын кішкентай бала емес. Бұл бәрін көріп көңілге түйіп жүрген ересек адам. Сенбі күні Асқар таңғы сағат 9-да шағын сөмкесін алып кетіп қалды. Мәлика оның ішіне не салғанын кездейсоқ көріп қалған болатын. Ауыстыратын киім, косметикалық құралдар, ешқандай балық аулайтын құрал сайман жоқ еді. Ол ештеңе айтқан жоқ. Кешке олар Дәуренмен бірге тамақтанып, Дәуреннің өзі тапқан ескі, мейірімді комедия фильмін тамашалады. Күліп анасының тосабымен шай ішті. Мәлика іштей. Міне ғой, жылулық деген. Дәл қасымда тұр екен. Оның соңынан жүгіріп, жалынудың қажеті жоқ қой деп ойлады. Түнгі сағат 11:30-да сыртқы есік тарс жабылды. Асқар қайтып келді. Мәлика ұйықтамаған еді, қолына кітап ұстап жатты. Оны оқымаған. Күйеуі жатын бөлмеге кіріп киімін шеше бастады. Ол жанынан өтіп бара жатқанда Мәлика тағы да сол иісті сезді. Сол баяғы гүлді, әйел адамның бөтен иісі. Ол үнсіз, қозғалмай жата берді. Жексенбі күні таңертең Асқар әлі ұйықтап жатқанда Дәурен ас үйдің есігін қақты. Мәлика кофе ішіп отырған еді. Мама, деді ол, дауысы ақырын, салмақты, ланың дос емес. Кеше кешке сіздердің бөлмелеріңіздің жанынан өтіп бара жатқанмын, есік сәл ашық тұр екен. Әдейі тыңдаған жоқпын. Әкем телефонмен сөйлесіп жатты. Оның дауысы бір түрлі ақырын әрі жұмсақ шыққан соң тоқтап қалдым. Әдеттегідей емес. Мәлика шын аяқты екі қолымен ұстап тұрды. Не деді? Дәурен анасына қарады. Оның көзінде 15 жастағы балада болмауы тиіс ересектік мұң байқалды. Ол, жаным менің, сені сағындым, деді. Ас үй іші сүттей ұйыған тыныштыққа енді, тек дұрыс жабылмаған шүмектен судың тамып тұрған дыбысы ғана естіледі. Бір қалыпты, ырғақты. Мәлика шын аяқты қойып басын изеді. Айтқаныңа рахмет. Мама. Дәурен бір қадам басып барып тоқтап қалды. Өзің қалайсың? Жақсы, деді ол. Расымен жақсы. Ол орнынан тұрып терезеге жақындады.
Далада суық жексенбінің таңы атып келеді. Сұр аспан, бос тротуар, сымда отырған қарға көрінеді. Кәдімгі күн, ең қарапайым күн. Бірақ оның ішіндегі бір нәрсе бір жолата өз орнына келгендей болды. Сынған жоқ, дәл өз орнына түсті, бейне бір ұзақ уақыт бойы қисық бітіп ауырып жүрген сүйектің кенеттен түзелгендей. Жетті. Белгісіздікте өмір сүргені жетеді. Біреудің сөзін ақтап алуға тырысқаны жетеді. Достық жоқ жерден достықты, адалдық жоқ жерден адалдықты іздегені жетеді. Ол шындықтың ақ-қарасын толық біледі. Және не тапса да оған төтеп бере алады. Бұл ой дүйсенбі күні таңертең келді, өте қарапайым, тіпті балалық ойы. Мәлик айна алдында тұрып өзіне қарап. Ол соңғы рет қашан өзіне қарап тырысып еді. Көшеге шығу үшін немесе мереке үшін емес, жай ғана осы үй үшін, екеуінің кеші үшін. Ол есіне түсіре алмады. Мүмкін, анасыныкі дұрыс шығар, мүмкін, соңғы рет шын көңілмен тырысып көру керек болар. Күйеуінің суықтығына өзі кінәлі болғандықтан емес, кейін не болса да өзінің барын салғанын біліп жүру үшін. Бәрін жасап көру керек. Түскі уақытта ол сауда орталығына барды. Киімдердің арасында ұзақ жүріп, тым ашық емес, айқайлап тұрмаған, жай ғана әдемі көйлек іздеді. Қою көк түсті, белі қыналған, жіңішке белдігі бар көйлек тапты. Оны киіп көріп, киім ауыстыратын бөлменің айнасынан өзінің сонау 12 жылға некеге дейінгі, шаршауға дейінгі, көрінбейтін әйелге айналғанға дейінгі баяғы бейнесін танығандай болды. Көйлек қымбат екен, өткен айдан қалған жинаған ақшасының жартысынан көбі кетті. Ол ойланбастан сатып алды. Үйде ол күндізгі сағат 3-тен бастап ас дайындауға кірісті. Алма қосылған үйрек пісіру, ұзақ шаруа, уақыт пен төзімділікті қажет етеді. Көп ұзамай пәтер ішіне жылы, қою, дәмді иіс таралды. Ол картоптан гратен жасады, салат турады, жақсы шарап шығарды. Сонау жоғарғы сөреде бір жылдан астам уақыт бойы ерекше күнді күтіп тұрған шарап еді. Дастарханды қонақ бөлмесіне жайды. Қонақтар үшін сақтап жүрген ақ дастарханды төседі. Шыны шамдалдарға 2 майшам жақты, жиегінде көгілдір гүлдері бар, тәрелкелерін тізді, тек қолмен жуылатын бокалдарды қойды. Дәурен мектептен сағат 5-те келді, жайылған дастарханды көріп, есік алдында тұрып қалды. Мама, бүгін қандай күн? Ештеңе емес. Жай ғана. Сен көйлек киіпсің ғой, болып тұрады. Ол анасына ұзақ, ересек адамша қарап тұрды. Жақсы деді ол ақырын ғана. Мен өз бөлмемде тамақтанамын. Иә. Мәлика басын изеп, оны құшақтай салды. Бала 15 жастағы кейбір ұлдар сияқты қашқан жоқ, қайта тез әрі қатты, шын көңілімен анасын құшақтады. Ол Асқарды күтті. Сағат 7-де ол келмеді. 7:30-да да жоқ. Мәлика үйректің астындағы отты барынша бәсеңдетті, шарапты иісі қашпасын деп қайтадан шөлмегіне құйып қойды. Жайылған үстел басында жалғыз өзі отырып, терезеден соққан желден жыпылықтаған майшамдардың жалынына қарап отырды. 8-ден 15 минут кеткенде құлыптағы кілт бұралды. Асқар дәлізге кіріп, пальтосын шешті. Мәлика қонақ бөлменің табалдырығында, үстінде көк көйлегі, шашы жинаулы күйде тұрды. Күйеуі алдымен оған, сосын үстелге, шамдарға қарады. Бұл не? Деп сұрады ол. Кешкі ас дайындап едім, кешті бірге өткізсек деп. Ол Мәликаның жанынан өтіп, жол жөнекей түймелерін ақтып бөлмеге беттеді. Шаршадым, Мәлика. Білемін, бірақ мен тырыстым ғой. Ол дауысын дірілдетпей, сабырлы сөйледі. Үйрек пісірдім, гратен жасадым, шарап аштым. Ол артына бұрылып, үстелге қайта қарады. Оның жанарынан Мәликаның ішін тітіркендірген бір суықтық байқалды. Бұл ашуда, шаршауда емес, ыңғайсыздық пен ызаның араласуынан туған бір кейіп еді. Мұның бәрі не үшін? Деді ол. Шамдар, көйлек. Бұл бір цирк сияқты ғой. Мәлика бірден жауап бермеді, тек оған қарап тұрды. Цирк па? Деп қайталады ақырын ғана. Жә, басқаша қалай атауға болады. Ол қолын жайды. Мен жұмыстан шаршап келгенде, мына жерде қойылым қойып отырсың. Мұндай декорация құрғанша өз-өзіңе қарасаңшы. Өз-өзіме ме? Иә.
Ол ішіндегі көптен бері сақтап келген өкпесін сыртқа шығарғандай еркін сөйлей бастады. Сен жалпы өзіңе қарайсың ба? Сен? Ол сөз таба алмай сәл кідірді. Бірақ Мәлика оның ішінде ол сөздің әлдеқашан дайын тұрғанын түсінді. Реңсізің, сұрқайсың. Бір киіммен жүресің. Қызығушылығың да, сөйлесетін тақырыбың да жоқ. Бір шеңбердің ішінде айналып жүрсің. Қыстырма тамақ, тоқаш, дәурен, көршілер. Сен қызықсыз болып кеттің, Мәлика. Өзіңді жіберіп алғансың. Қонақ бөлмеде шамдар жанып тұрды, алма қосылған үйректің иісі шығады. Ақ дастархан үстінде көгілдір гүлді тәрелкелер тізіліп тұр. Мәлика оның сөзін тыңдап тұрып, өзі күтпеген бір сезімді сезінді. Өткір ауырсыну емес. Ол ауырсынуға дайын еді, бірақ мынау мүлдем басқа, суық, тап-таза айқындық болатын. Бейне бір ұзақ уақыт бойы кір әйнектен қарап тұрып, кенеттен оны сүртіп жібергендей тазалық. Ол ештеңе айтқан жоқ, дәлізге өтіп сөмкесі мен күрткісін алды да киіне бастады. Қайда барасың? Деп сұрады Асқар артынан. Далаға демалып келемін деді де сыртқа шығып кетті. Далада қарашаның суық кеші орнапты. Қыстың таяп қалғаны сезіледі. Машиналар мен тротуар үстіне жұқа ғана алғашқы қар түскен екен. Мәлика қайда бара жатқанын ойламастан тез-тез басып келе жатты. Көзден жас өзінен өзі ағып жатты, ешқандай өксіксіз, айқайсыз, жай ғана ақты. Ол оны сүрткенде жоқ. Аяқтары оны ешқандай шешімсіз Камиланың үйіне алып келді. Жай ғана ең жақын жер осы еді. Жай ғана 20 жылдық әдет. Ол домофонның кодын теріп, 3-ші қабатқа көтерілді де қоңырауды басты. Есік бірнеше секундтан кейін ашылды. Камила есік алдында крем түсті, жібек матадан жасалған ұзын, қымбат халатпен тұр еді. Шашы жайылған, жүзінде әлі өшіріп үлгермеген макияждың ізі бар. Ол Мәликаға қарады. Оның жанарынан Мәлика енді анық тани алатын тағы бір белгі жылт етті. Бұл адамның беймезгіл уақытта ұсталып қалған сәттегі жанарынан өте шығатын тез көлеңке. Мәлика, деп бастады Камила. Жылап тұрсың ба? Не болды? Кіруге бола ма? Иә, әрине, тек. Камила халатын қымтай ұстап шетке ысырылды. Мен жай ғана. Мәлика дәлізге кіріп, күрткісін шешіп, ілгішке ілді де, автоматты түрде айналаға көз тастады. Күрткісін іліп жатып сезген, бірақ бірден түсіне қоймаған бір нәрсеге көзі түсті. Сол таныс иіс. Сүректі сәл ашылау жұпар иіс. Ер адамның әтірі, сонау 7 жыл бойы өзіне таныс болған иіс. Ол дәлізде бір сәт қозғалмай тұрып қалды. Сосын қонақ бөлмеге өтті. Диванның үстінде жастық жатыр еді, жақында ғана біреу отырғандай немесе жатқандай жаншылып қалыпты. Журнал үстелінің үстінде 2 бокал тұр. Біреуінің түбінде сәл шарап қалған екен. Мәлика баяу Камилаға қарай бұрылды. Мұнда кім болды? Ешкім. Өзім жалғызбын, деді Камила. Тез, тым тез айтты. 2 бокал ма? Мен фильм көріп отырғанда кейде 2 бокал қоямын. Жай әдет қой. Ол жүйкесі сыр бергендей қысқа, қорқақ қана күліп жіберді. Ақымақтық, білемін. Мәлика жауап берген жоқ. Оның жанынан өтіп дәліз бойымен жатын бөлмеге қарай жүрді. Ол мұны жоспарламаған еді, жай ғана аяқ тартты. Мәлика, деді Камила артынан. Дауысы өзгеріп қатал шықты. Ол жаққа барудың қажеті жоқ. Бірақ Мәлика есікті итеріп үлгерген болатын. Жатын бөлме қараңғылау екен. Бұрыштағы креслоның арқалығында жіңішке жолағы бар қою сұр түсті пиджак ілулі тұрды. Мәлика бұл пиджакты жақсы білетін. Оны осыдан 3 жыл бұрын отан қорғаушылар күніне орталықтағы еркектер киімі дүкенінен өзі сатып алып берген болатын. Сатушы сонда өлшемін таңдауға көмектескен еді. Ол тағы да пиджактың астарына кішкентай әріптермен Андрей Васильев, Асқар Бауыржанұлы деп монограмма тігіп беруді өтінген еді. Ол жақындап жағаның астын аударып қарады. Ол жерде ақ матаға кестеленген кішкентай А деген 2 әріп тұр еді. Мәлика тұрып осы 2 әріпке қарап қалды.
Ұзақ қарады, мүмкін 3 секунд, мүмкін 1 минут. Ол уақытты санаған жоқ, сосын қонақ бөлмеге қайта оралды. Кәмила терезе алдында бойын тік ұстап, өңі қуарып, қолын кеудесіне айқастырып тұр екен. Ол Мәликаға қарады, оның жанарында енді ешқандай жымиыс та, жұмсақтық та жоқ еді, тек шаршау мен ыза ғана бар еді. Көптен бері иығын басып жүрген ауыр жүкті көтерген адамның шаршауы. Мәлика, деп бастады ол. Керек емес, деді Мәлика. Ақырын ғана, мені тыңдашы. 3 ай. Үзіліс. 3 ай, деп растады Кәмила. Ол мұнда ренжісіп қалғанда келетін бе еді? Иә. Кәмила жанарын төмен түсірді. Ол үйде қиын екенін, екеуіңіздің баяғыда-ақ бөтен болып кеткендеріңізді, сенің оны тыңдамайтыныңды айтатын. Мен оны тыңдамайды екенмін-ау, деп қайталады Мәлика. Мәлика, мен өзімді ақтап алғым келмейді. Мен? Кәмила 1 секундқа үнін өшірді, сосын көзін көтерді. Сен түсінбейсің. Сен ешқашан шынайы түрде жалғыз қалып көрген жоқсың. Сенің әрқашан үйің, отбасың, қасыңда біреу болды. Ал мен өте ұзақ уақыттан бері алғаш рет өзімнің біреуге керек екенімді, қалаулы екенімді сезіндім. Оны сылтау емес екенін білемін. Білемін. Мәлика оған өзі 20 жыл бойы танитын, жатақханада бір бөлмеде тұрған, аялдамаларда бірге тоңған. Туған күндерді бірге тойлап, жаназаларда бірге жылаған әйелге қарап тұрды. Ешқандай күмәнсіз, шын көңілмен сенген әйелі мынау еді. 20 жылдық достық, деді Мәлика. Кәмила жауап бермеді. Сен менің түнде ұйықтамайтынымды білдің бе? Дәурен естімесін деп жуынатын бөлмеде жылайтынымды білдің бе? Сен менің қарсы алдымда отырып кофе ішіп, мені жоқ жерден уайымдап жүрсің дейтінсің. Мәлика ешқандай айқайсыз, дауысын дірілдетпей, сабырлы сөйледі. Сен менің назарымды Кристинаға аударып, оны қорғап бақтың, темірге тап бердің. Өйткені менің қасымда шынайы, жақсы адам пайда болып кетеме деп қорықтың. Кәмила, маған екінші қайтып телефон соқпа. Ол дәліздегі ілгіштен күрткісін алып киінді де есікті ашты. Мәлика, күте тұршы. Кәмиланың дауысы алғаш рет дірілдеп кетті. Өтінемін. Мәлика табалдырықта тоқтап қалды, бірақ артына бұрылған жоқ. Қош бол, Кәмила. Ол сыртқа шықты, есік артынан тарс етпей, ақырын жабылды. Баспалдақпен төмен түсіп көшеге шықты. Тротуар үстінде алғашқы қар әлі де жұқа қабатпен жатыр екен. Дала тып-тыныш, қала ұйқыға кеткендегі түн тыныштығы орнаған, тек өзінің аяқ дыбысы ғана естіледі. Мәлика машинасына қарай беттеп бара жатып, жүрегінің қатты ауырмай тұрғанын байқады. Өзі қорыққан сондай бір өзекті өртейтін өткір ауырсыну емес, басқа бір сезім еді. Терең ауыр, бірақ сонымен бірге жанды босататын бір жеңілдік сияқты. Бейне бір ұзақ уақыт бойы иығына тым ауыр жүкті көтеріп келіп, ақыры оны жерге қойғандай. Жайлы болып кеткендіктен емес, шындық, мейлі ол қаншалықты қатал болса да, сен өмір сүріп келген өтіріктен әлдеқайда жеңіл болғандықтан. Мәлика үйіне түнгі сағат 10:30-да оралды. Пәтер іші тып-тыныш. Дәурен ұйықтап жатқан болуы керек. Оның бөлмесінен ешқандай дыбыс шықпайды. Қонақ бөлмеде тек бір ғана шам жанып тұр екен. Үстелдегі майшамдар өздігінен жанып таусылып өшіпті. Шыны шамдалдардың ішінде тек 2 қалдығы ғана қалыпты. Плитадағы үйрек еті баяғыда суып қалған. Ақ дастархан, көгілдір-гүлді тәрелкелер, қол тимеген бокалдар. Бәрі осыдан бірнеше сағат бұрын өзі қалай жайса, сол қалпында тұр. Тек қазір бұл бүгін емес, сонау баяғыда болған нәрсе сияқты көрінді. Ол кіргенде Асқар қонақ бөлмедегі креслода, қолында телефоны бар, отыр екен, басын көтерді. Қайда болдың? Кәмиланың үйінде, деді Мәлика. Ол күрткісін шешіп ілгішке ілді де, қонақ бөлмеге өтіп бөлменің ортасында тоқтады. Күйеуіне сабырлы, тік, ешқандай көз жасынсыз қарады. Мен бәрін білемін, Асқар. Ол бірден жауап берген жоқ. Телефонды креслоның шынтақшасына қойды. Жүзінде ешқандай сезім білінбейді. Сәл кідіріс жасап, өзін сабырлы көрсеткісі келетін адамның үйреншікті маскасы.
Нені білесің? 3 ай. Оның жатын бөлмесіндегі креслода ілулі тұрған пиджак. Астарындағы кестеленген деген әріптер. Мәлика ақырын, ешқандай эмоциясы сөйледі. Оны өзім сатып алып бергем, монограммаға да өзім тапсырыс бергем. Кідіріс ұзаққа созылды. Асқар қызына қарап тұрды, оның жанарынан бір нәрсенің өзгеріп бара жатқаны байқалды. Баяу енді ақталудың еш мәні жоқ екенін түсінген адамның жүзіндегідей өзгеріс. Мәлика деп бастады ол, бұл сенің ойлап тұрған нәрсең емес. Бұл дәл менің ойлап тұрған нәрсем. Біз сабырлы сөйлесе аламыз ба? Біз сабырлы сөйлесіп тұрмыз ғой. Ол орнынан тұрып, бөлмені кезді, терезе алдына барып, арқасын оған бұрып тоқтады, сосын қайта бұрылды. Бұл қателік. Бұл сөздің ақталу сияқты естілетінін білемін, бірақ бұл шындық. Сен екеуміздің арамызда бәрі баяғыда-ақ, ол сөз іздеп іркілді, мәнсіз болып кеткен еді. Мұны өзің де сездің ғой. Біз өзімізден басқа кез келген нәрсе туралы сөйлесетінбіз. Тек қатар тұрамыз, бірақ бірге емеспіз. Сондықтан сен өзіңмен бірге өмір сүретін басқа біреуді таптың ба? Асқар. Мәлика оның есімін өте сабырлы дыбыстады. Мен бұл жерге айтысу үшін келген жоқпын. Мен саған бәрін білетінімді және бір шешімге келгенімді айту үшін келдім. Ол әйеліне қарады, ұзақ уақыттан бері алғаш рет оның жанарынан бір шынайы сезім ұшқыны байқалды. Махаббат емес, көбіне қорқыныш еді. Өзі бағаламаған нәрсесінен айырылып бара жатқанын кенеттен түсінген адамның ерекше қорқынышы. Күте тұршы, ол Мәликаға қарай бір қадам басты. Асығыстық жасамайық. Мұны жөндеуге болады. Мен психологқа баруға да, кіммен болса да сөйлесуге дайынмын. Бұл қателік болды. Мен мойындаймын. Сен қателігіңді ұсталып қалғаның үшін мойындап тұрсың ба? Жоқ, өйткені мен отбасымды қиратқым келмейді. Сен оны баяғыда қиратқансың, деді Мәлика. Тек тұрмыстық жағы ғана аман тұр. Тұрмыс бүтін. Кешкі ас үстелде, пәтер тап-таза, Дәуреннің қарны тоқ, түсті бүтін. Сен сенімді қираттың, ал сенімсіз отбасы болмайды. Тек бір үйде бірге тұру ғана қалады. Күйеуі үндемеді. Сен бізді асырадың, деп жалғастырды ол. Мен оны білемін. Пәтерге, тамаққа, Дәуреннің оқуына ақша төледің. Бізге қол көтерген жоқсың, ішкен жоқсың, апталап жоғалып кетпейтінсің. Сырт көзге сен кәдімгі жақсы күйеу болдың. Ол сәл кідірді. Бірақ сен қасымызда болмадың. Соңғы бір жылда бірде-бір рет шын көңіліңмен қасымызда болған емессің. Мен де сен үшін мына көгілдір гүлді тәрелкелер сияқты жай ғана үй жиһазының бір бөлігіне айналғанымды байқамай қалыппын. Ол үстелге, ақ дастарханға, қол тимеген кешкі аспен екі бос бокалға иек қақты. Асқар үстелге, сосын әйеліне қарады. Оның жүзі бір сәт білінер-білінбес шыбырлап кетті. Бәлкім өкініш, бәлкім ұят шығар. Мәлика, өтінемін, қазір ашу үстінде мұндай қадамға бармашы. Таңертең сабырмен сөйлесейік. Таңертең мен заттарымды жинай бастаймын, деді ол. Қазір кеш болды. Дәуренді оятқым келмейді. Ол оның жанынан өтіп жатын бөлмеге барды да, шкафтан шағын жол сөмкесін шығарды. Бұл баяғыда жазда анасына барғанда ұстайтын сөмкесі. Заттарын ұқтап сала бастады. Бірнеше күнге жететін киім, тумбочканың тартпасындағы құжаттар, ас үйден өзінің жақсы көретін, сыртында мысықтың суреті бар ақшын аяғын алды. Бұл Дәуреннің осыдан 3 жыл бұрын. Асқар жатын бөлменің есік алдында тұрып қарап қалды. Сен шынымен бе? Деді ол. Сұрақ емес, нақтылау еді. Иә. Сонда қайда барасың? Анама. Ал Дәуренше? Мәлика сөмкенің сыдырмасын жауып, бойын тіктеді. Дәурен өзі шешеді. Ол кәмелетке толмаған бала болса да, мен білемін, өзіне қай жерде жақсы екенін өзі таңдайды. Таңертең оның өзінен сұрап көрсең болады. Ол сөмкесін алып дәлізге шықты, есік алдына қойып ас үйге қайта оралды. Плитаны өшірді, үйректің бетін қақпақпен жапты, үстелдің үстін сүртті, пайдаланылған сүлгіні кірсе бетіне салды. Бұл автоматты түрде жасалатын.
Ойы басқа жақта жүрсе де, қолдары өз жұмысын істеп жатты. Таңертең ол сағат 6:30-да ояныды. Әдет қой. Асқар бөлмесінде ұйықтап жатты. Есігі жабық екен. Мәлика шәйнекті қойып, терезе алдында тұрып шай ішті, көшеге қарады. Дала енді ағарып келеді екен. Сұрғылт таң аспаны, тротуардағы алғашқы жүргіншілер. Кенет артқы жақтан жеңіл, жылдам қадамдар естілді. Дәурен екен. Ол ас үйге кірді, ашық есіктен дәлізде тұрған сөмкені көріп, Мәликаға қарады. Кетіп барасың ба? Иә. Әжеңнің үйіне. Ол басын изеп, өзіне су құйып алды да тұрып ішті. Сосын стақанды қойып, анасына қарамай-ақ: мен сенімен бірге барамын, деді. Мәлика бұрылды. Мен мұндамын. Мен кеше естідім, деді ол, әдейі емес, жай ғана қабырғалар жұқа ғой. Ол жанарын көтеріп, тікелей ересек адамша қарады. Мама, сенің жаның жылырақ. Әрқашан солай болатын. Ол баласына қарай адымдап барып, сөз жетпейтін сәттегідей оны қатты құшақтай алды. Бала қашқан жоқ, икемсіз, жас өспірімдерше болса да, шын көңілімен қайта құшақтады. Сен сенімдісің бе? Деп сұрады ол баланың төбесінен иіскеп. Иә. Сағат 8:30-да жолға шықты. Олар дәлізде аяқ киімдерін киіп жатқанда Асқар бөлмесінен шықты. Тұрып сөмкеге, иығына рюкзак асынған Дәуренге, қолына кілт ұстаған Мәликаға қарады. Дәурен, деді ол. Папа, деп жауап берді бала сабырлы үнмен. Мен хабарласамын. Асқар аузын ашып қайта жапты, сосын өзі үшін күтпеген жерден өте ақырын ғана: Мәлика, мені кешірші, деді. Ол табалдырықта тоқтап, оған ешқандай ашусыз, мұқият қарады. Мен кешіремін, деді ол, бірақ қазір емес, және саған қайтып келу үшін емес. Есік жабылды. Машина ішінде Дәурен алғашқы бірнеше минут үндемей отырды, сосын: әжем біздің келе жатқанымызды біле ме? Қазір хабарлассам, ол қуанып қалады ғой. Ол сені жақсы көреді. Білемін. Мені де жақсы көреді. Ол маған әрқашан тоқаш пісіріп береді. Кардамон қосылған. Иә. Мәлика жымиды. Осы 2 күн ішінде алғаш рет жүзіне күлкі жүгірді. Шағын, білінер-білінбес, бірақ шынайы күлкі еді. Олар келгенде анасының үйінде дастархан жаюлы тұр екен. Бейне бір Сания Мұратқызы Мәлика әлі хабарласпаса да, бәрін біліп отырғандай. Шай, тоқаштар, шие тосабы. Анасы қызын есік алдында құшақтады. Үнсіз, қатты қысты. Сосын Дәуреннің басынан сипады. Ақылдым, айналайын, деді ол. Дұрыс істедің. Дәурен ұялып қызарып кетті де, ас үйге, тоқаштарға қарай өтті. Кешке анасы жатуға ыңғайланғанда, ал Дәурен кіші бөлмедегі диванда ұйықтап қалғанда, Мәлика үйде отырып телефонына қарады. Ойланып отырып, контактілердің арасынан Темір Шебер деген есімді тапты. Ол былай деп жазды: Қайырлы кеш, бұл Мәлика. Біз автотұрақта танысқан болатынбыз. Кеш жазғаныма айып етпеңіз. Сіз бірде өз шеберханаңызда есепші, бухгалтер, бос орны бар екенін айтып едіңіз ғой. Мен есепшімін, 7 жылдық еңбек өтілім бар. Егер ұсынысыңыз әлі де күшінде болса, сөйлесуге қуанышты болар едім. Жауап 4 минуттан кейін келді. Қайырлы кеш, Мәлика. Хабарыңызға қуаныштымын. Ұсыныс күшінде. Осы аптада кездесіп талқылайық. Және менде отбасылық істер бойынша жақсы адвокаттың контактысы бар. Сенімді адам, өз уақытында маған да көмектескен еді. Бере аламын. Мәлика экранға қарап тұрды да, сосын: Рахмет, қуанышты боламын, деп жазды. Телефонды үстелге қойып, орнынан тұрды да, терезеге жақындады. Әйнектің артында Қарашайының түнгі қаласы жатты. Оттар, ылғалды асфальт, сирек өткен машиналар. Кәдімгі кеш, ең қарапайым кеш еді. Бірақ өте ұзақ уақыттан бері алғаш рет ішіндегі бір нәрсе тіп-тік өз орнында тұрғандай сезілді. Бақытта емес, жеңілдікте емес, жай ғана бір тұрақтылық, бейне бір ұзақ уақыт бойы батпақты жермен жүріп келіп, аяғыңның астынан нық топырақты сезінгендей күй. Шындық адамды азат етеді деп ойлады ол.
Бірден емес, алдымен ауыртады, бірақ кейін сені бос елестерден, жалғандықтан сен баяғыда жоқ болып кеткен қарым-қатынастан азат етеді. Ол ас үйдің жарығын өшіріп, анасының ескі ортасы түскен, сырты ескі алашамен жабылған диванына жатты да, бірнеше айдан бері алғаш рет тез ұйықтап кетті. Қазан айы бітіп, ақпан айы ақырын ғана жетті. Борандатып ақ түтек болып емес, жайлы, жұмсақ қармен келді, ірі үлпектермен жауып, айналаны дыбыссыз ғана апақ көрпеге орады. Мәлика оған өзінің жаңа пәтерінің терезесінен қарап тұрды. Бұл 4-ші қабаттағы, төбесі биік, терезе алды кең ескі үйдің шағын 2 бөлмелі пәтер еді. Ол бұл үйді желтоқсанда Асқардан кеткеннен кейін 1 айдан соң жалдаған болатын. Жаңа пәтер басында сәл бос көрінген. Бөтен жиһаз, бөтен иіс, бірақ ол тез арада өз үйіне айналды. Терезе алдында анасыныкі сияқты 3 құты қастамақ гүлі пайда болды. Ас үйде мысығы бар ақшын аяқ тұр. Дәліздегі қабырғада Дәуреннің сурет сабағында көмірмен салған, және оған ешқандай себепсіз жай ғана сыйлаған суреті ілулі. Осы 8 айдың ішінде Мәлика терезеден алыстап дәліздегі айнадан өзіне қарады. Бұл соңғы кездері пайда болған жаңа әдет еді. Жай ғана ол қайтадан өз-өзін байқай бастады. Шашын желтоқсанда қидырған болатын. Құрғап кеткен ұштарын алып, сәл толқынды етіп өзгертті. Әдейі емес, жай ғана тамақтану салты өзгергендіктен сәл азды. Азырақ, бірақ сүйсініп жейтін болды. Жүзіндегі сынықтық кетті. Көзінде баяғыда жоғалып кеткен бір нәрсе пайда болды. Қуанышта, бейқамдықта емес, одан да құнды нәрсе, өзінің бар екенін сезіну. Ол қайтадан өз бейнесіне оралған еді. Ас үй үстелінің үстінде ашық ноутбук жатыр. Экранда веб-дизайн бойынша кезекті сабақ. Ол бұл курсқа қараша айында кездейсоқ жазылған болатын. Интернеттен хабарландыру көріп, неге байқап көрмеске? деп ойлаған. Сөйтсе өте қызықты екен. Жай ғана қызық емес, шынымен де өзіне тартып әкететін іс болып шықты. Ол ноутбук алдында түн ортасына дейін отырып қаріптерді, түстерді ажыратып, алғашқы оқу макеттерін жасады. Оқытушы соңғы сабақта: "Сізде кеңістікті сезіну қабілеті өте жақсы екен" деді. Мәлика мұны ұмытпау үшін қойын дәптеріне жазып қойды. Темірдің шеберханасына есепші болып желтоқсанның басында шыққан болатын. Шеберхана шағын екен. 3 шебер жұмыс істейді, жиһаз жасау мен безендіруге тапсырыстар алады, есеп қисабы да күрделі емес. Жұмысы ауыр емес, бірақ жанды. Темір алғаш танысқанда қандай болса, жұмыста да дәл сондай болып шықты. Сабырлы, әділ, артық сөзі жоқ. Ақшаны уақытында төлейді, ұсақ түйекке тиіспейді, пікірін сұрап отырады. Бірде ол тапсырыстарды есепке алу жүйесін қайта құруды ұсынды. Ол тыңдап ойланып: "Жасаңыз" деді. Ол жасады, жұмыс әлде қайда ыңғайлы болды. Бұл мақтау емес, осы істің өзі оған үлкен ләззат сыйлады. Оның сөзіне құлақ асатын жан бар еді. Темір ұсынған адвокат та өте білікті адам болып шықты. Жас емес, көп сөйлемейтін, тек істің мәнін ғана айтатын әдеті бар екен. Ажырасу ісі 4 айдың ішінде ешқандай айқай-шусыз, сотсыз өтті. Асқар мүлікке таласқан жоқ, керек құжаттардың бәріне қол қойып берді. Мәлика тек өзіне тиесілі нәрселерді ғана алды. Құжаттарын, жеке заттарын, мысығы бар шыны аяғы мен көгілдір гүлді тәрелкелерін. Тәрелкелерді Дәуреннің өзі бірнеше қабат газетке ұқыптап орап қорапқа салды. Бірде-біреуі сынған жоқ. Дәурен анасымен бірге тұрды. Ол өзі көптен бері қалап жүрген, бірақ сәті түспей жүрген жаңа математикалық лицейге ауысты. Енді сәті түсті. Сабағын жақсы оқыды, таңғаларлығы, бұрынғыдан да жақсы оқи бастады. Немесе үй іші тыныш әрі бір қалыпты болғанда, адамның басы да басқаша істейтіні таңғаларлық емес шығар. Кешкісін ол кейде анасына веб-дизайн сабақтарына көмектесіп, өзі тез түсінген техникалық нәрселерді түсіндіріп беретін. Анасы күліп: "Сен менен де жақсы түсініп кетіпсің ғой" десе, ол: "Шынымен әлі емес, бірақ жақында озамын" деп жауап беретін. Сенбі күндері қосымша жұмыс істеп, көрші подъездегі жасы үлкен кісінің компьютер мен телефонын реттеп, жөндеп, түсіндіріп беріп жүрді. Көп емес, бірақ өз тапқан ақшасы бар.
Үйге өз еңбегімен бір нәрсе жасап, нәтижесін көрген адамның ерекше мақтанышымен, риза көңілмен келетін. Әкесімен 2 аптада бір рет кездесіп тұрды. Ешқандай ескертусіз өзі автобуспен барып келетін. Мәлика оны ешқашан бетін қаққанда итермелеген де жоқ. Бұл оның әкесі, оның қарым-қатынасы, оның өз жолы. Темір де өз адамына айналды. Бірден емес. Баяу ұқыпты, білінер білінбес қана. Алдымен жай ғана әріптес болды, кейін жұмыстан соң шеберлер кетіп, екеуі ғана қалып қағаздарды реттегенде әңгімелесетін болды. Кейін шеберханада дәл алғашқы реттегідей, бірақ бұл жолы ешқандай сызатсыз және ыңғайсыздықсыз шай ішетін болды. Кейін жексенбі күнгі серуен басталды. Ол қала шетіндегі ескі паркты көрсетуді ұсынды. Ол жерде ғасырлық емен ағаштар өсетін екен. Ол емен ағаштарын жақсы көретін. 2 сағатта серуендеп бәрі туралы жұмыс, балалар қиын кезеңнен кейін адамның қалай өзгеретіні туралы сөйлесті. Ол, мен ажырасу мені құлатады деп ойлағам, сөйтсем, ол мені тіктепті деді. Мәлика, түсінемін деді. Және бұл шындық еді. Ол ешқашан ештеңені асықтырмайтын. Ең маңыздысы да осы еді. Осы асықпаушылық оның өз ырғағына деген құрметі. Ол үлкен сөздер айтпайтын, жұрт көзіне сыйлықтар жасамайтын, жай ғана қасында болатын, сенімді, тыныш, шынайы түрде. Оның ұлы Арсен қаңтар айында Дәуренмен танысты. Сенбі күні Темір баланы шеберханаға әкелгенде, осыдан соң анасына соққанда. Олар қатарлас екен. Арсен де 15 жаста еді. Ойындар туралы, физика туралы, қандай да бір фильм туралы сөйлесті. Бірге аулаға шықты. Ол жерде 1 сағаттай болды. Екеуі де үнсіз оралды, бірақ жүздерінде жақсы әңгімеден кейінгі ерекше бір кейіп бар еді. Қалыпты бала екен деді Дәурен кешке Арсенді меңзеп. Мәлика тақырыпты қазбаламай, жай ғана басын изеді. Ақпан айында Асқар телефон соқты. Ол экраннан есімді көргенде ішінде ерекше ештеңе сезінген жоқ. Ауырсынуда, ашуда, сағынышта жоқ, жай ғана есім. Тыңдап тұрмын деді ол. Мәлика, сәлем. Дауысы басқаша, ақырынырақ, баяғы сенімділігі жоқ екен. Қалайсың? Жақсы. Сенің жұмыс істеп оқып жатқаныңды естідім. Иә. Үзіліс. Ол ойын жинақтап жатқан болуы керек. Мен айтқым келгені. Мен ойландым, осы айларда көп ойландым. Мен қателесіппін. Көп нәрседе. Бұны айту кеш екенін түсінемін, бірақ сен бәрін қайтадан, басқаша бастап көруді қаламас па едің? Мен өзгердім. Мәлика терезе алдында тұрды. Әйнектің артында Ақпанның тыныш қары жауып тұрды. Асқар, деді ол. Сенің ойланғаныңа сенемін. Саған қиын болғанына да сенемін. Және мен ішімде саған деген ешқандай ыза сақтап тұрған жоқпын, шынымен, бірақ мен қайтып бармаймын. Неге? Бұл айыптау емес, шынайы сұрақ еді. Өйткені біз бір-бірімізге сәйкес келмейміз. Сені жаман болғандықтан емес. Сен жаман емессің. Жай ғана біз тым ұзақ уақыт бойы бәрі басқаша сияқты кейіп танытып келген мүлдем 2 басқа адамбыз. Ол алдын ала дайындалған сөзсіз, сабырмен сөйледі. Саған қасында өзің шынайы бола алатын сондай адамды табуыңды тілеймін. Сен бұған лайықтысың. Мен де. Ол 1 секунд үндемеді, сосын. Сен басқаша болып кетіпсің деді. Иә, деп келісті ол. Мен өз-өзіме оралдым. Әңгіме бейбіт аяқталды. Ол телефонды қойып. Міне, бәрі бітті. Ешқандай айқай-шусыз, леп белгісі қойылған нүктесіз. Жай ғана нүкте деп ойлады. Камила желтоқсанда 1 рет хабарласқан болатын. Мәлика экраннан есімді көрді де, тұтқаны көтерген жоқ. Кейін ортақ танысынан естіді. Асқар мен Камила қарашайында ақ, Асқар бос адамға айналғаннан кейін 3 аптадан соң айырылысып кетіпті. Камила сол танысына телефон соғып, жасырынудың қажеті болмай қалғанда, оның мүлдем басқа адам екені белгілі болды депті. Мәлика мұны естігенде еш таңғалған жоқ. Ол мұны сонау қараша түнде ақ түсінген болатын.
Кәмилаға Асқардың өзі керек емес еді. Оған қол жетімсіздік, тыйым салынған нәрсенің өткір сезімі керек болған. Тыйым жоғалғанда қалған нәрсенің бәрі де жоқ болды. Оған обалақ. Мәлика бұл туралы ашық ойлады, және өзіне де ашық жауап берді. Сәл ғана обал. Кешіргендіктен емес, ашулану үшін де күш керек, ал қазір ол күш басқа нәрсеге қажет еді. 8 наурыз жексенбі күніне келді. Мәлика ерте тұрып, кешке дастарханда асықпай, сүйсіне жайды. Ақ дастарханды шығарып, көгілдір гүлді тәлкелерін қойды. Бәрі бүтін, бірде бір сызат жоқ. Салаттарды турап, пешке алма қосылған бәлішті салды. Терезе алдындағы қазтамақ гүлдерінің бірі гүл ашыпты. Кішкентай қою, қызыл гүл қыс бойғы алғашқы гүл еді. Сағат 5-те анасы бір құты шие тосабы мен тоқаштарын алып келді. Мәликаны сүйіп, Дәуреннің басынан сипат. 5:30-да Темір мен Арсен келді. Темір нарцисс гүлдерін әкеліпті. Қарапайым сары, кәдімгі қағазға оралған. Мәлика оларды құмыраға салды. Арсен Мәликаға өз қолымен жасаған кішкентай ағаш қобдишаны, шкатулка ұсынды. Қақпағында қарапайым оюы бар, іші жұмсақ матамен қапталған екен. Ол қобдишаны ашып, оюына ұзақ қарап тұрды. «Өзің жасадың ба?» деп сұрады ол. «Әкем сәл көмектесті», деді Арсен, «бірақ негізінен өзім. Бұл менің ұзақ уақыттан бері алған ең әдемі сыйлығым». Бала қызарып кетті. Дәурен оның иығынан қақты. «Қысылма, керемет шыққан». Үстел басы өте көңілді әрі жылы болды. Сания Мұратқызы өзінің жас кезіндегі қызықтарды айтып берді. Дәурен мен Арсен ақырын дауыспен өз шаруаларын сөйлесіп отырды. Темір шайы құйды. Мәлика үстелдің төрінде отырып, мына адамдарға қарады. Көзінің қиығында әжімдері бар анасына, бір-біріне бөтен емес балаларға, өзінің сабырлы жүзімен отырған Темірге қарап. «Міне ғой, нағыз бақыт деген», деп ойлады. Бұл мінсіз сурет емес, осыдан 8 ай бұрын көгілдір гүлді тәрелкелерін тізіп, күйеуін күтіп отырғандағы өзі жоспарлаған көріністі емес. Мүлдем басқа. Жоспарланбаған, тегіс емес, біреудің жоспары бойынша болу керек нәрсеге ұқсамайтын. Шынайы өмір. Кешкі астан соң Дәурен мен Арсен бөлмеге кетті. Анасы креслода алашаның астында мызғып кетіпті. Мәлик аулаға қарайтын тар, әйнектелген верандаға шықты. Темір де артынан шығып қасына тұрды. Олар қарға қарап тұрды. Көктем алдындағы соңғы ақпанның жұмсақ қары әлі де жауып тұр екен. «Мен өз ісімді ашқым келеді», деді Мәлика. «Білемін», деп жауап берді ол. «Сен бұл туралы қаңтарда айтқансың. Шағын есепшілік қызмет көрсету, бәлкім кейін веб-дизайнмен ұштастырармын. Шеберхананың қасындағы бөлме жалға беріліп жатыр екен», деді ол. Кішкентай, бірақ жарық. Терезесі аулаға қарайды. Иесі де қалыпты адам. Мәлика оған қарады. «Сен мұны мен үшін байқап жүрдің бе?» «Мен бұл туралы сені ойлағанда байқадым», деді ол жай ғана. «Бұл екеуі бір нәрсе ғой». Ол жымиды, қайтадан аулаға, қарға, шамдарға, аппақ қар үстіндегі біреудің аяқ іздеріне қарады. Темір артық ештеңе айтқан жоқ, жай ғана иық тіресіп қатар тұрды. Тыныштық. Ол қасындағы осы иықтың сенімді, сабырлы, өз адамы екенін сезінді. Қазір емес, бүгін емес, бәлкім, бір жылдан кейін ол бір нәрсе айтар. Ол мұны білетін, ол да әйелдің білетінін білетін. Бірақ асығудың еш қажеті жоқ еді, барлық шынайы нәрсе ешқашан асықпайды. Қар баяу, желсіз жауып тұрды. Мәлика ақпан айында верандада тұрып, бақыт дегеннің белгілі бір сәт немесе орын емес екенін ойлады. Бақыт деген сені көретін, сені сөйлегенде тыңдайтын, қиындық туғанда міндетті болғандықтан емес, өздері қалағандықтан қасында қалатын адамдар. Ол бұл адамдарды ауырсыну арқылы, сатқындық арқылы, ұзақ түндер мен суық таңдар арқылы тапты, ақыры тапты. Және бұл өмірдің барлық өткен қиындықтарына тұрарлық үлкен бақыт еді.
Достар, мені соңына дейін тыңдағандарыңыз үшін сіздерге үлкен рахмет. Егер әңгіме ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып тіркеліп қойсаңыздар, өте қуанышты болатын едім. Комментарийға қай ауданнан көріп отырғандарыңызды және де өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Сіздердің пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды.